Мысалы біз шүкірлігімізді тексерейік. Бір мысал келтірейін. Біз намаз оқып, жаңағыдай біреуіміз жаңағыдай екінді намазын ба, бесін намазын ба, немесе 5 уақыт намазында біреу бұйырып, Алла тағаланың рахымымен 5 уақыт намазды мешітте оқыды кеше. Сосын соңғы құптаннан шығып бара жатқан кезде қалтасында 1000 теңгесі бар. Алла біледі оның қалтасында 1000 теңге бар екенін. Сөйтіп бір келетті, бір кісі келіп, бір 200 теңге бере тұрасыз ба дейді. Сол кезде егер жаңағы 1000 теңгенің 200 теңгесін қиямасаңыз, сіз Алланы артық сүйеді деп танымайды, өзі де бітті. Енді мына жерде қараңыз қалай ұсталып жатыр. Біз Аллаға тәуекел етіп тұрған жоқпын мен. Мен 1000 теңгеге тәуекел етіп тұрмын. 1000 теңге 1000 болу керек, 200 кетпеу керек та. Егер де мен оған болды деп 200-ін бере салсам былай, 800 теңге қалды, мен Аллаға тәуекел етіп отқан адаммын. Қараңыз қалай сынай салады. Оп-оңай қыр. Ол біз ойламаған жерден сынайды. Ойламаған жерден сынайды. Танимыз ба, танымаймыз ба? Шықтың мешіттен, шықтың, бір бауырыңыз келеді, анау жерге апарып тастайсыз ба, бір 20 минуттық жүреді деп машинамен. Сол кезде жақ ойламаған жерден келді ғой сынақ. Уағыз айтылмаған алдында. Көрсіз ба? Сосын осы жерде Алланы сүйесің ба, сүймейсің ба? Болды. Бұл жерде сүйем деп айқайлап қажет жоқ бұл жерде. Бұл жерде тек іспен көрсетіледі қазір. Бұл тексеріле салады, болды, жауап беріледі сол жерде.